Қалайсыздар? Міне біз 39-шы сабаққа келдік. 39-шы сабақ деген менің жақсы көретін тақырыптарының бірі. Ол it деген сөз. It деген осы сөзді қолданумен ағылшын тілінде біршама сөздерді құрастыруға болады. Бұл бірінші қараған кезде аздап қиындау болып көрінуі мүмкін. Себебі бұл дейтін қазақ тілінде бұл нәрсе кездеспейді, және орыс тілінде де кездеспейді. Бірақ ағылшын тілінде осы нәрсе бар. Сондықтан да осы нәрсені дұрыстап түсініп алуға тырысайық. Егер де жақсы түсініп алатын болсаңыздар, бұл нәрсе көп сөйлемдер құрастыруға сіздерге көмектеседі, иншалла. Енді it деген не? It деген ол бұл деп переводтаймыз ба қазақ тілінде. Мысалы, ол нәрселер, осы it деген сөздер не нәрсеге қолданады? Егер де уақытты білдірткіңіз келсе, осы itті қолдана аласыз. Егер немесе күндерді білдіргіңіз келсе, осы itті қолданасыз. Немесе бір арақашықтықты, сондай дистанцияны білдірткіңіз келсе, немесе ауа райы, мысалы желді, шуақты, мысалы тұман деген сияқты, күн жарық, немесе қараңғы, жылы, салқын, ыссы деген сияқты нәрселерді білдірту үшін ағылшын тілінде сол жайында айту үшін сізге осы itті қолдану керек болады. Енді қарайық. It сағат неше деп біз егерде уақыт жағынан келіп қарайық. Time уақытты осы itпен қолдану. Егерде біз сағат неше дейтін болсақ, сағат неше деп айтамыз. Немесе қанша болды дейміз. Бірақ ағылшын тілінде осы itті қолдану керек. What time сағат, қандай сағат? Is it осы itті қолданамыз. Және сағат 10 болды, сағат 10:30 болды, сағат 11 болды деп айту үшін осы itті қолданамыз. It is half past 10. Сағат 10:30. Сағат 10:30 деп айту үшін біз мысалы қазақ тілінде сағат неше болды десе 10:30 деп айта саламыз. Түсінікті. Бірақ ағылшын тілінде олай айтпаймыз. Ағылшын тілінде half past 10 деп айтпаймыз. Half past 10 деп егерде бір сөздік нәрселерде болса түсінікті болады, бірақ грамматика жағынан келетін болсақ, ол дұрыс емес болады. Itті міндетті түрде қолдану керек. It бұл сағат 10:30. Бұл 10:30. Егерде тікелей қазақ тіліне аударатын болсақ. Бірақ қазақ тілінің логикасына бұл келіспейді. Бұл деген өзінің ағылшындық сондай логикасы, сондықтан сол нәрсені қабылдау керексіздер. It is half past 10. Сағат 10:30. Немесе it's 10. Сағат 10, мысалы. It's 11, сағат 11. It's half past 11, сағат 11:30. Сондай нәрселерді айту үшін осы it's дейміз. Немесе, мысалы, кешіктім деп уақыт жағынан білдіретін болсақ, біз кешіктім деп айта саламыз. Бірақ олай ағылшын тілінде болмайды. It's late деп айтамыз. It is late. Бұл кешігу деген сияқты ма? Тікелей аудармасы қызық. Бірақ осылай жаттап алыңыздар. It's late, это поздно деген. It's late, это поздно деген. Бұл жай болып қалды. Немесе бір жаққа үйге кетуім керек, уақыт болып қалды, жай болып қалды деп айту үшін it's time, это время. It's time to go home. Кететін уақыт болды. It's time to go home. Осылай айтамыз. Сондықтан да егерде уақыт жайында айтатын болсаңыздар, онда осы it'ті қолданыңыздар. Енді day'ді қарап көрейік. Day деген күн. Бұл қай күн деп айту үшін what day is it? What day is it? Бұл қандай күн? Сосын мысалы понедельник бүгін, немесе вторник, среда, үшінші күн, төртінші күн, жұма, бейсенбі, сейсенбі деп айту үшін it's Tuesday, бұл четверг. Немесе it's Sunday, бұл демалыс. It's мысалы Monday, бірінші күн, дүйсенбі. Сондай сөздерді қолдану үшін it's дейміз. It's дейміз де сосын айта береміз. Дүйсенбі, сейсенбі, бейсенбі, жұма деп. It's 16th of March. 16 март, 17 март, 19 желтоқсан деген сияқты айтқымыз келсе, тағы да осы it'ті қолданамыз. Немесе it was my birthday yesterday. Кеше менің туған күнім болды дейді. It was my birthday yesterday. It was your birthday. Сенің туған күнің болды yesterday. It will be your birthday tomorrow. Ертең сенің туған күнің болады. Осы itті қолданамыз. Күндерге де itті қолданамыз. Енді арақашықтық. Бір нәрсе бір жерден алыс деп айту үшін, немесе жақын деп айту үшін, тағы да осы it, осы сөзді қолданамыз. Мысалы,
менің үйім сити центрдан аралығы 3 километр деп айтатын болсақ, онда it's 3 kilometers from our house to the city center. Бұл 3 километр менің үйімнен сити центрға, егерде тіке аударатын болсақ. It's 3 kilometers from our house. From деген менің үйімнен, from, to деген осындай не кетеді. From, to. From our house, менің үйімнен, біздің үйден, to the city center. City центрға шейін. Яғни аралығы 3 километр дейді. Осылай қолданамыз. Осылай конструкцияны қолданамыз. It's 3 kilometers from our house to the city center. Егерде Нью-Йорк пен мысалы Лос-Анджелестің ара қашықтығы қаншалықты алыс деген сияқты сұрақтар қоятын болсақ, онда how far деген қаншалықты алыс. How far is it from New York to Los Angeles? How far is it from New York to Los Angeles? Осылай қолданамыз. From бір нәрсе, to бір нәрсе. Мысалы, from Атырау to Орал. How far is it from Атырау to Орал? Атырау мен Оралдың ара қашықтығы қаншалықты алыс. Енді мына жерден бір нәрсе, бір жер алыс деп айту үшін it's a long way. Осы жаттап алыңыздар. It's a long way деген алыс деген. Яғни ұзақ жол, алыс. It's a long way from here to the station. Мына жерден станцияға шейін алыс дейді. It's a long way from here to the station. We can walk home. It isn't far. Біз жаяу жүре аламыз үйге дейді. Ол алыс емес дейді. Яғни жол үйге шейін алыс емес деген. It isn't far. Алыс емес. Осылай itті қолданамыз. We use far in questions. Is it far деген сияқты. And negatives. It isn't far. Осы far'ны, алыс деген сөзді біз сұраққа қолданамыз және болымсыз сөйлемге қолданамыз. Мысалы, егерде бір сұрақ қойғымыз келсе, мысалы, бұл алыс па деген сияқты. Сонда is it far? Мысалы, from бірдеңе, to бірдеңе. Осы is it far? Сұраққа қолданамыз және болымсызға қолданамыз. Болымсыз деген, мысалы, алыс емес. Жаңағы соңғы мысалдағындай we can walk home. Біз үйге жаяу бара аламыз. It isn't far. Бұл алыс емес. Алыс емес дегенде осы far'ны қолданамыз. А егерде утверждение, егерде болымсыз емес, болымдыға қолданатын болсақ сөйлемге, онда a long way дегенді қолданамыз. In positive sentences, we use a long way. Мысалы, it's a long way. Бұл алыс. Мысалы, from here to the station. From here to your home. Алыс деген кезде, егерде болымдыға қолданатын болсақ, a long way. Егерде болымсызға far, немесе сұраққа қолданатын болсақ, онда far. Осы нәрсенде айырмашылықтарын жаттап алыңыздар. Және ауа райы мәселесінде де itті қолданамыз. Егерде жаңбырлы күн деп тұрсақ қазір it's raining. Немесе жаңбыр емес қазір десек it isn't raining. Немесе қар жауып тұрса, қар жауып тұрма деп сұрақ қоятын болсақ is it snowing? Осы жаңбырлы, бұлтты, қараңғы, тұманды, желді, шуақты деген сияқты осындай ауа райға қатысты сөздерге itті қолданамыз тоже. It rains a lot here. Мұнда жаңбыр көп. It rains a lot here. Мұнда жаңбыр көп жауады. It didn't rain yesterday. Ертең жаңбыр жаумайды. Кеше жаңбыр болмады. It didn't rain yesterday. Does it snow very often? Мұнда өте жиі жаңбыр жауып тұрады ма? Does it snow very often? Сосын жаңағы it's warm, жылы. It's hot, ыссы. It's cold, салқын. It's fine, жақсы. It's cloudy, бұлтты. It's windy, желді. It's sunny, шуақты. It's foggy, тұманды. It's dark, қараңғы, etc. Осындай осы сөздерді жаттап алыңыздар. Осындай егерде күн сондай бұлтты болса, it's cloudy today. Бүгін бұлтты деген. Осындай сөздерді қолдану үшін тағы да осы it керек. Сонда есте сақтап қалыңыздар. Егерде уақытты білдіргіңіз келсе, егерде күнді білдіргіңіз келсе, егерде ара қашықтықты білдіргіңіз келсе және ауа райын білдіргіңіз келсе, осы itті қолданасыздар. It's a nice day today. Бүгін күшті күн дегенде it's a nice day today itті қолданыңыздар.
Енді compare дейді, салыстырып көріңіздер it пен then. Біз дейтін then осыны алдыңғы сабақтарда өткен едік, біршама уақыттармен бірге өттік, 2 сабақ арнадық осы they. Енді осы it пен then айырмашылығы неде? Қараңыздар. It rains a lot in winter. Қыста жаңбыр көп жауады. Мысалы, there is a lot of rain in winter. Қыста көп жаңбыр болады. Қарап тұрсақ, қазақ тіліне екеуін бірдей аудардық. Бірақ it-тен кейін етістік келеді. There-дан кейін, there is-тен кейін нені айтамыз біз? There is a lot of rain. Жаңбыр. Мына жерде rain деген, бұл деген мына жерде есімдік. Бұл жерде rain деген етістік емес. Ал it-та етістік келіп тұр. Яғни there is деген бір нәрсе бар деген. Бір жерде бір нәрсе болса, мысалы бір жерде шкаф тұрса, бір жерде мысалы білмеймін пойыз тұрса, неше түрлі нәрсе тұратын болса, бар осы нәрсе деу үшін there is-ті қолданамыз. Мына жерде жаңбыр бар дейді, көп бар дейді. There is a lot of rain. Ана жерде жаңбыр жауады дейді. It rains. It was very windy. Өте желді болды дейді. Ана жерде there was a strong wind yesterday. Кеше қатты жел болды дейді. Мұнда желді болды. Біріншісінде it, жоғарыда, астында strong wind деп желді айтып тұр. Яғни бар деп тұр. Yes деп тұр мына жерде. Түсінген боларсыздар деп ойлаймын. Ертең жайлап көп қолданыста, көп еститін болсаңыздар, бұл сондай интуитивно сіздерге нететін болады. Интуитивно соны сезінетін боласыздар. Айырмашылығы не екенін жайлап білетін боласыздар. Иншалла. Міне енді қызықты конструкцияға келдік. Неге бұл тақырып сүйікті сабағым деп жазылып тұр. Осы конструкция маған өте қызықты. Және бұл өте пайдалы. Және бұл ағылшын тілінің сөйлемінде көп қолданады. Мысалы, біз айтатын болсақ, сыртқа шығу, мысалы, қорқынышты болды, сондықтан сыртқа шықпадым. Күн салқын болды, сондықтан сыртқа шықпадым. Мен сені түсіну қиын, сенімен сөйлесу мүмкін емес. Сені жеңіл түсіну, сені қиын түсіну, немесе бұл бір нәрсені сатып алуға арзан, қымбат, бұл қызық нәрсе екен, сені оны тыңдау үшін деген сияқты. Осындай қарап тұрса, осындай сөйлемдерді біз әрдайым қолданыста жүрген, осы бір конструкциямен қолданады. It's бір нәрсе, to бір нәрсе. Мысалы, it's nice, бұл жақсы, to see you, сені көру. Яғни, приятно тебя увидеть, сені көргеніне қуаныштымын деген сияқты. It's nice to see. Мысалы, бүйтіп айтатын болсақ, сені түсіну мүмкін емес дейтін болсақ, it's impossible to understand you, сені түсіну. Мысалы, бұл жеңіл, ағылшын тілін оқу жеңіл деп айтатын болсақ, it's easy to learn English. Немесе бұл қиын деп айтатын болсақ, ағылшын тілін үйрену, it's difficult to learn English. Мысалы, бұл мүмкін емес деп айтатын болсақ, it's impossible to learn English. Немесе сыртқа шығу опасно, сыртқа шығу қауіпті деп айтатын болсақ, it's dangerous to go out. Немесе сыртқа шығу қауіпті емес, наоборот, қалай? Безопасно деп айтатын болсақ, егерде it's safe to go out. To деймізде, сосын етістікті қолданамыз. Мысалы, бұл кітапты оқу опасно деп айтатын болсақ, it's dangerous to read this book. Мысалы, бұл қызық оқуға дейтін болсақ, бұл кітапты it's interesting to read this book. Немесе сенімен сөйлесу қызықты дейтін болсақ, it's interesting to speak with you. Осы нәрселерді қолданып, бірталай сөйлемдер құрастыруға болады. Енді мысалдарға қарайтын болсақ, it's nice to see you again. Сені тағы да көргеніме қуаныштымын дейді. Яғни бұл жақсы дейді. It's nice, очень приятно увидеть тебя снова. It's nice to see you again. It's impossible to understand her. Оны түсіну мүмкін емес дейді. It's impossible to understand her. It wasn't easy to find your house. Сен үйінді табу оңай болған жоқ. It wasn't easy to find your house. Осылай бірталай нәрселер шығаруға болады, сөйлемдер шығаруға болады. Осы егерде конструкцияны түсініп алған болсаңыздар, осы конструкцияны жаттап алған болсаңыздар, бұл easy, difficult, impossible, dangerous, safe деген сөздер
бұл тек кішкене сөздер. Одан да көп сөздер, сөздік қорды жинап, бұдан да тіліңізді байытуға болады, иншалла. Енді мына жерде соңғы мысалда don't forget it дейді. Мынасындай сөйлемдерде, яғни itті ұмытпаңыз. Мысалы, тағы да жаңбыр жауып тұр дейтін болсақ, it's raining again. Itті қолданамыз, not is raining again деп. Вроде қарайтын болсақ, is raining again десе, жеткілікті сияқты көрінеді. Бірақ itті қолдану керек грамматика бойынша. Is it true that you're going away? Бұл рас па сен кетіп бара жатқаның? Is it true? Not is true that you're going away деп itті ұмытып кетсек, бұл грамматика ретінде дұрыс болмайды. Бірақ сырт көзге біздің қазақ тілінің грамматикасымен түсінетін болсақ, бұл дұрыс сияқты. Is true that деген сияқты. Бірақ ағылшын тілінде itті қолдану керек. Is it true that you're going away деген сияқты. Осымен сабағымыз бітті. Егер ұнаған болса лайк басып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Біз ары қарай толықтай сабақтар жазатын боламыз иншалла.